бұқаралық ақпарат құралдарында тарап жатқан 6 қаңтардағы Рикс қонақ үйінің тұсында орналасқан құбырдан белгісіз қара сұйықтықтың ағу фактісі бойынша департамент тарапынан зертханалық талдамалы бақылау бөлімінің мамандары жолданған болатын. Сол күні сынамалар алынып құбырдың айналасынан, алайда құбырдың өзінде сұйықтықтың ағу фактісі орын алған жоқ. Сол себепті мониторинг жұмыстары әрі қарай жалғасып тұрақты түрде жүргізіліп отырды. Нәтижесінде 7 қаңтар күні сұйықтықтың сынама алынып, құбырдан қазіргі таңда талдау жұмыстары зертханалық жүргізіліп жатыр. Егер де нормативтен шектеу тыстан арту факті анықталған жағдайда Рикс қонақ үйіне қатысты заңмен қарастырылған тексеріс жұмыстары жүргізіліп, заң бекітілген заң аясында тиісті шаралар қабылданатын болады. Сонымен қатар мониторинг жұмыстары ол 25 желтоқсаннан бері жаңа аққулардың өлі фактісі анықталғаннан бастап жүргізіліп жатыр. Қаракөл көлінен, ол Қарақия Қаракөл республикалық маңызы бар қаумалы ерекше қорғалатын табиғи аймақтан сынамалар алынып, зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңға дейін нормадан асу фактілері орын алған жоқ. Соңғы сынама сұйықтықтың өзі жүргізіліп жатыр. Нәтижесі ертең дайын болады. Сонымен қатар қазір көтеріліп жатқан мәселелердің бірі осы сұйықтықтың ағу фактісін аққулардың өлуіне қатысы бар ма жоқ па деген сұраққа біздің министрліктің тарапынан орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінен арнайы орнитолог мамандар шақыртылған болатын. Олар бүгін келді. Біздің тарапымыздан зерттеу нәтижелері және қосымша барлық ақпараттар осы мамандарға жолданатын болады ресми түрде, және де сол сұрақтың жауабына маман ретінде тиісті қорытындымен жауап беріледі. Нәтижелері бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Қазіргі таңда арыз шағым жоқ, бірақ бейнебаянның бұқаралық ақпараттың таралудың өзі, егер де сынама нәтижелері шамадан тыс арту фактісі анықталған жағдайда тексеріс жүргізуге себеп болып табылады. Заңмен қарастырылған кәсіпкерлік кодексімен ертеңдері нәтиже шығатын болса, лаборатория сынамаларының прокуратура органдарына хабарланып отырып, және олардың ұсынысын ала отырып, біздің тарапымыздан тексеріс тағайындалады. Тексеріс кәсіпкерлік кодекстің аясында жүргізіледі. Тек тиісті әкімшілік жауапкершілік ол факті орын алған жағдайда бастап тексеріс нәтижесімен белгіленеді, және өзінің заңмен қарастырылған мерзімдері бойынша шара алынатын болады. Нормадан тыс арту фактісі орын алған жағдайда да тексеріс барысында сұйықтықтың қанша көлемде төгілгені туралы ақпарат алыну керек. Осы арнайы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің қарастырылған бабында есеп салынатын айыппұл мөлшері арнайы есептеу және көлеміне қарай белгіленетін болады. Бекітілген айыптық мөлшері көрсеткіш ол жерде қарастырылмаған. Яғни тек есептеу нәтижесінде қанша келтірілген зиянына сәйкес айыппұл салынады.